Бақытты өмір сүр. Иман мен жақсы іс бақытты өмір сүрудің кілті. Бұларды есіңде бекем сақта. Әлімізде көп оқы, өйткені кітап оқу қайғы мұңнан арылтады. Тәубе қылып, жаратқаннан кешірім сұрауды тоқтатпа. Аллаға қарсы келуден қаш, өйткені күнәлар өміріңді улайды. Құранды әрдайым ой жүгіртіп оқы. Алла тағаланы еске ал. Басқаларға жақсылық жаса, көкірегің кеңейіп, өзіңді бақытты сезініп қаласың. Орынсыз қорқақтық шайтаннан. Ер жүрек бол, өйткені ер жүректік өзіңе сенуге және бақытты болуға жәрдем береді. Жүрегіңді кек сақтаудан, көреалмастықтан, жек көруден, сарандықтан және басқа жаман аурулардан тазала. Барлық істе, тамақтануда, ұйқыда, елмен араласуда, сөз сөйлеуде, тағы да басқа шегін сақта. Артық жүк жолаушыға азап. Бүгінгі күніңді жақсылап өткіз. Өткен уақыт пен келешекті уайымдап, уақытыңды құртпа. Қайратты еңбек пен пайдалы іс-әрекеттер саған уайым мен қиындықты ұмыттырады. Кескен келбетте, материалдық байлықта, тұрмыстық тіршілікте, денсаулықта өзіңнен төмендегілерге қара. Өмірде кездесетін түрлі қиындықтар мен ауыр сынақтарға алдын ала дайын бол. Дайындығың болса, сен үшін қатты соққы деген болмайды. Жаман ойлардан алыс бол және әр нәрсенің жаман жағын ғана ойлаудан сақтан. Ашуланба, кешіре біл. Басқаларды түсіне білуді және мейірімділік танытуды үйрен. Өмірдің қамшы сабындай қысқа екенін есіңнен шығарма. Жақсылықтан, рақат тұрмыстан айырылып қаламын деп сары уайымға салынба. Келешектегі жамандықтан қорықпа. Әр істе бір Аллаға тәуекел ет. Түйедейді түймедей етпе. Ұсақ-түйек қиыншылықтарды ауырға балама. Кесел-кесапат болып кетсе қайтем деп ойлай берме. Әр нәрсенің өз уақыты, өз шешімі болады. Басыңа келетін нәрсе бәрібір сені айналып өтіп кетпейді. Ал енді саған келмейтін нәрсе бәрібір келмейді. Тұрмыста қарапайым өмір сүр. Артық ысыраптан алыс бол. Өйткені артық ысырап аздырады. Денеге құл болу руханиятты құлдыратады. Алла тағаланың берген сыйларын саған келген сынақтармен салыстыр. Сонда сен жоғалтқаныңа қарағанда алған нәрсенің көбірек екенін түсінесің. Қайғыға батқан болсаң, өзің және айналаң үшін қандай жақсы нәрсе жасай алатыныңды ойла да жұмысқа ықыласпен кірісіп кет. Егер де біреу саған жаман сөз айтса, оның сөздері саған емес, өзіне зиян алып келерін біл. Сондықтан ол туралы ойланбай-ақ қой. Әр нәрсенің жаман жағын емес, жақсы жағын ойла. Өйткені жақсы көңіл-күй бақыттылықтың кепілдігі. Ешкімнің саған рахмет айтуын күтпе. Жаратқанның ризалығы үшін ғана басқаларға жақсылық жаса. Өзіңе және айналаңа пайда алып келу үшін жан дүниеңе жақын кәсіпті таңда. Қандай жұмыс қылсаң да, шын ниетпен мүлтіксіз жасауға әрекет қыл. Сонда ол жұмыс өміріңдегі бақытыңның бір бөлігіне айналады. Әрбір іске жігерлі бол. Бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Жаратқан саған берген жақсылықтар туралы көп ойлан. Ол жөнінде айтып жүр және Аллаға шүкір ет. Алла саған берген денсаулық, мал-мүлік, отбасы және жұмыс сияқтыларға разы бол және олар үшін шүкір қыл. Басқалардың жақсы жақтарын көруге әрі бағалауға тырысып, ал жаман жақтары болса көз жұма қара. Барлық жағынан идеалды кісі болмайтынын түсін. Әрі бұл бірінші кезекте өзіңе байланысты екен есіңде болсын. Өсек-аяңға көңіл бөлме. Басқалардан кемшілік іздеме және қате жіберіп, бір жаман іс жасауын күтіп, әрбір қадамын аңдыма. Өйткені бұл саған да, оларға да жақсылық алып келмейді. Спортпен шұғылданып, денсаулығың туралы көп ойлан.
Өйткені денсаулығы мықты адамның ой сезімі сергек болады. Алладан кешірім және жақсылық тілеп, әрдайым дұға қылып жүр.